Аудан орталығы Мырзакент кентінде тұратын бұл отбасы сауда орындарының бір нүктесін жалға алып қолынан шыққан өнімдерімен көпшіліктің сұранысын қамтуда. Алғашқыда азын-аулақ тапсырыспен жұмыс жасаған Надежда атаулы әлеуметтік көмек аясында мемлекеттен алған 218 мың теңгені кәсібін дөңгелетуге жұмсады. Осылайша мемлекеттің қолдауымен өзі сүйіп жасайтын кәсіпке бет бұрған көп балалы ана бүгінде жұбайы Абай Шынтаевтан бөлек қосымша 3 адамды жұмыспен қамтып отыр. 5 ұл 2 қыз тәрбиелеп отқан алтын алқа иегері алдағы күннен үлкен үміт күтеді. Әрбір бала үлкен бақыт қой деп сыр бөлісті. На сегодняшний день я имею 7 детей, и я слышу много от молодежи, что они боятся рожать. Но я хочу сказать, молодые килинки, не бойтесь, рожайте. На сегодня мы нуждались и наконец-то получили помощь от государства. Сейчас мы открыли малое предприятие, кондитерский цех. По ходу я дала работу 4 сотрудницам, которые ежедневно получают зарплату. И благодаря этой помощи мы сейчас встаем потихоньку на ноги. Іріленген Мақтаарал аудан кезінде 2018 жылы 3238 отбасыға, оның ішінде 380 жанұяға шартты, 158 отбасыға шартсыз түрде атаулы әлеуметтік көмек тағайындалған. Ал үстіміздегі жылы 2009 отбасыға жаңартылған форматтағы атаулы әлеуметтік көмек тағайындау жоспарланып отыр. Бізге 268 отбасы құжаттары жинақталып, сол құжаттар ақпараттық жүйеде тексеру жұмыстары жүргізіліп отыр. Қазіргі таңда білесіздер, бізде аудан орталығында орналасқан екен, шет жақтағы, шалғайдағы, ауылдағы елді мекендерге азамат осындай күнкөріс деңгейі төмен отбасылар бар, мысалға. Сол отбасылар бұяққа келіп кетуге, мысалға, не болмас үшін әр ауыл округтерге, сол елді мекендердің орталықтарына, ауыл округ әкімдіктеріне арнайы өзі мамандар, ассистент мамандар бөлініп, сол ассистент мамандар сол азаматшалармен жұмыс жасап келеді. Айта кетейік, Мырзакент кентінде 736 көп балалы отбасы есепте тұрады. Оның ішінде былтыр 351 отбасы атаулы әлеуметтік көмек алған.